Ассаламу алейкум. ВАЗ Лада Приора 2013 жылғы. Проблема суда. Міне мына сызыққа келгенде вентилятор қосылады. Содан кейін вентилятор сөнбейді. Жарты сағат. Тіпті қаладан шыққаннан үйге келгенше дейін қосылып тұрады кейде. Пробкалерде күн ысыда. Су қайнамайды, тасымайды. Помпадан дейін десем, газ баспай орында өйстіп қыздырып қойып тексердік, газ баспай. Радиатордың, үлкен радиатордың астыңғы, үстіңгі патрубкалердің бәрі ысиды. Помпа су айдап тұр. Термостат дейін десең, термостат ашпай қалса машина қайнау керек. Бұл қайнамайды. Бұрынғы кесі переделкімен датчик қойған. Қазір сонымен тұр, көрсетейін. Мына үстіңгі датчик 94-99 деген датчик. Үстіңгі. Астыңғы датчик 87-88 ба сондай. Өпші мына вентилятордың тоғын екеуіне де жалғап көрдік. Мына астыңғыға қойған кезде, мынаған астыңғыға қойған кезде су 115-ке дейін көтеріліп кетеді. Себебі ол үстіңгі патрубкамен радиатордың бәрін айналып келем дегенше машина қызып кетеді. Омен болмады. Енді үстіне қойдық. Үстіне қойсаң да бәрібір вентилятор көп жасайды жұмыс. Жарты сағатқа дейін кейде өпші сөнбейді. Оны білетін адамдар болса, комментарий жазып айтып жіберсеңіздер. Қазір 100-ге барған кезде вентилятор қосылады. Міне 100-ге барды. Вентилятор қосылды, қазір көрсетем. Вентилятор қосылып тұр уже. Енді сөнбейді осыдан. Вентилятор қосылып тұр. Мынаны 90-ға дейін апарады ол вентилятор қазірде. Жұмыс жасап, бірақ бәрібір сөнбейді. Солай.